Сәлем достар, сіздермен футбол жолы YouTube арнасы және әдеттегідей мен сіздермен Рамазанов Арслан. Бүгінгі шығарылымда 1-16 әлем чемпионаттағы ойындарына шолу. Осы шығарылым біздің спорттық серіктесіміз Алимбет арқасынан шығып жатыр. Закрепленный комментарийде сіздерде көп ұсыныстар күтеді. Алим спорт әрқашан көбірек. Енді сразу же бастап кетейік. Бірінші ойынға өкінішке орай ол Испания мен Португалия ойыны. Енді осы алдындағы шығарымдарға білетін шығарсыз, мен Роналдоның, Реал Мадридтің жанкүйерімін. Бұл маған матчты көру өте жүрегіме ауыр болды. Бәріміз көрдік. Ойын болған жоқ, Португалия дым ойын болған жоқ, Испания толықтай жауып тастады, момент деген өте көп. Енді қақпашының арқасында, Португалияның қақпашының арқасында счет бір 3-0, 4-0 болған жоқ, 1-0 ғана болды. Бұл өте дөрекі қателіктер болды Португалияның. Роберто Мартинес алдынан тактика мүлдем жоқ, ойын жоқ. Витинья болсын, Невиш болсын, Роналдоның өзі де ойындар жүрген жоқ. Бұл ойынмен Испанияны өткенде де Португалия ары қарай бармайтын еді. Бұл енді осы ойында Португалия құрамасындағы үздік ойыншылар ол жаңағы Кошта, Портуның қақпашысы және Мендеш. Мендештің біз ойынын көрдік. Бір тайм бол Ламин Ямальды толықтай жауып тастады. Тепкен соққысы өте қауіпті болды, перекладинаға тиді. Бұл енді Португалия сапындағы ең бір қауіпті жағдай болды. Өкінішке орай енді мен Португалия жанкүйері болдым. Бірақ та Мендеш жарақат алып қалды 56-шы минутта шамамен. Сол уақыттан бастап Испанияны шабуыл одан да жақсы бола бастады. Өйткені Ламин Ямаль толықтай бір кеңістік алды. Бұл енді негізі шыны керек басты емес, басты әңгіме бұл Роналдоның соңғы әлем чемпионаты. Өкінішке орай Роналдо бұл әлем чемпионатта жақсы ойын көрсете алмады. Өзбекстанмен болған ойында дубль істеді, ары қарай ойындарда шыны керек бір Португалия сабындағы Роналдоның ойындары өте бір сапасыз болды. Сол үшін енді Португалия бұл әлем чемпионатына ұшып баратыр. Менің жүрегім ауырып тұр. Бұл легенданың біткен этапы десек болады. Енді біз Роналдоны келесі әлем чемпионаттарда көрмейміз. Енді Испания не дейміз? Испанияны құттықтаймыз. Де Ла Фуэнте өте жақсы ойын IQ-ін көрсетті. Запасқа шыққан ойыншылар ойыны толықтай өзгертіп тастады. Біз білеміз, Ферран Торрес шықты, Мерина шықты. Ферран Торрес пас берді, Мерина керемет топ соқты. Біз білеміз, Мерина Джокер, Арсеналда болсын, Испания құрамасына болсын міндетті түрде шығып гол соғып жүреді. Мен білмеймін әлі кете алмай тұрмын, бұл өзі бір жүрегім ауырып тұр. Бірақ та енді құттықтаймыз Испания құрамасын. Ақырындап ойын өрнегі жақсарып келе жатыр. Әр ойын сайын бұл Португалия жетпеген зат деп ойлаймын. Толықтай өз ойыншыларына сенді, атакада ойнады. Енді көрдік, Айрисабальдың моменттері болды, бірде бір шыққан соғылмаған. Бірақ та ona қарамастан XG көрсеткіші бір 2-3 есе көбірек болды Португалиядан. Сол үшін толықтай бір заслуженная победа дейміз ғой, орысша айтқан кезде ешқандай сөз жоқ, отскок болған жоқ. Испания дәлелдеп тастады. Негізгі бұл дополнительный уақытқа өтетін бір ойын болған жоқ. Негізгі уақытта жеңетін ойын болды Испания құрамасынан. Сол үшін құттықтаймын. Португалия не айтар сөзім, мені соңғы бұл жас құрама, Витинья болсын, Невиш болсын, бәтті ең басты Роберто Мартинесті алып, бір жақсы бапкерді алып, келесі әлем чемпионатына жақсы құрама праймда кеп, міндетті түрде бұл құрамамен жеңу керек. Енді келесі матчқа өтетін болсақ, үстінде тұрған футболканы көріп тұрсыздар. Мен негізі Португалияның жанкүйері емеспін, Роналдоның жанкүйерім. Негізі жанкүйер, мен бұл Бразилияға жанкүйер болғам. Кішкентай кезден бері Зубайси Роналдоның ойына қарап, Бразилияның жанкүйерімін. Өкінішке орай Бразилияда ұшып кетті әлем чемпионатында. Енді Златан Ибрагимовичтің бір керемет сөзі болды. Бразилия хотела показать Джого Бониту, но показала Джого Хрениту дейді ғой. Енді бұл Винисиустың ойыны ғана жүрді ғой. Керемет ойнады, ашылды, прессинг істеді. Реал Мадридта прессинг істемейтін Винисиус осы ойында прессинг істеді. Әлем чемпионатына ылғи прессинг істеп жүрді. Біз білеміз, Эндрикқа берген пас швидой, енді Эндрик ішкен дірілдеп қалды, жас болды. Вратарда енді угол обзорын кесіп тастады, сол себебінен гол соғылмады. Енді бұл жерде Карло Анчелотиді өте көбісі сөгіп жатыр. Жоу Педро неге алмадыңдар, ойын дұрыс болмады, шабуыл дұрыс болмады деген сияқты. Бірақ та мен айтатын бір ойым, бұл жерде ең басты зат ол Бразилияның қорғанысы. Бразилияның қорғанысында біз кімді көріп жүрік? Данила. Құдай-ау, Данила Реал Мадридта, Портуда 10 жыл бұрын ойнаған кезде сапалы қорғаушы болған жоқ. Ол қазір мүлдем қорғаушы емес. Қанша жасы 34-те ма, 33-те ма, бұл
Бразилияның құрамасына шақыратын ойыншы емес. Бірақ та амал жоқ. Өйсе сынып қалды Ромадан. Осында ойыншылар келіп жатыр. Сол қанатта бізде Зениттің ойыншысы. Бразилияда Зениттің ойыншысы сол қанатта основной игрок болып жүргеннен болды ғой. Түсінікті. Не дейсің бұл адамдарға? Білмеймін, енді өкінішке орай қазір Бразилия сапалы ойыншыларды шығара алмай жатыр. Әсіресе қорғаныста, енді орталық қорғаныста Габриэль бар, Маркинес бар, бірақ та крылья обороны дейміз ғой, ойыншылар өте сапасыз. Сол үшін спрос кішкене аздау, бірақ та бұл Бразилия бір Франциядан, Англиядан ұшып кеткенде мен түсінетін. Ұшып кеткен құрама ол Норвегия. Норвегия қазір әлем чемпионатының сенсациясы. Холландтың ойынын көріп жатыр. Холланд мен нағыз шабуылшымын деген ойын көрсетіп жатыр ғой. Мен 90-шы жылдарғы 2000 жылдың басындағы Алан Ширер болсын, Ван Нистелрой болсын, сол сияқты бір шабуылшылардың бір қайтып кеткен эпохасын қайдан көрсетіп жатыр. Бірақ момент керек. Бірақ момент көтердің, тептің 35 моменттен қыстап тұрды. Не хочу ничего придумать деді. Уғылға тепті, екінші гол соқты. Болды. Сөйтіп, Бразилия домой, Норвегия жеңіп кетті. Норвегияны құттықтаймыз. Енді біз қазір көріп жатыр, өзінің флешмобтармен әлемге танымал болып жатыр. Бірақ та енді Холландтан басқа Норвегия құрамасында сапалы ойыншылар бар. Ол Эдегер, Нуса және Берге деген сияқты. Бірақ та бұл құрама Бразилияның жеген құрама болған жоқ. Енді осы турдың басты ойыны біз күтпеген жағдай болды. Ол Аргентина, Египет, Мысыр. Шыны керек, бұл матчты мен басында қосқан жоқпын. Ойладым, мен Аргентина қазір ойын бабын жақсы көрсетіп жатыр. Мысырдың составын білеміз, бір-екі ойын жақсы бар. Бірақ та Мысыр ойыншылары бізге сенсация істеуге өте бір жақын қалды. Түсінбей қалдық. Шыны керек, Аргентина қалай 2 голды өткізіп алды. Контратакада Египтің ойыншылары көрдік, өте тез, жылдам ойнайды. Пастың өте жақсы көрсеткіштерін көрдік. Екінші отмененный голдың өзінде индивидуальный проход дейміз ғой. Египтен біз күтпеген гол көрдік. Енді ол жерде шын мәнінде нарушение болды, аяқты басып кетті. Бұл гол саналмау керек. Бірақ та бұл жерде бір Египтің ойыншыларының бір шеберлігін көріп қалдық. Мен шыны керек ойладым, бұл 2-0 болған кезде Аргентина қайтпайды. Бұндай ойынмен Мысыр алдыға шығып, осы әлем чемпионатындағы ең басты сенсация болады деген күтім болды. Ойлап қалмаңыздар, мен бір Мессидің бір хейтері деп, ондай ойым мүлде жоқ. Бірақ та ол кезде Месси мен әлем чемпионатының, бұл әлемдегі бәлкім тарихтағы ең мықты ойыншы мен екенін қайтадан дәлелдеп тастады. 39 жасында осы ойынның MVP болды. Енді келесі ойындарды айтпақ қойық. Енді Франция Парагвайды өтті, бір грязный футбол болды. Франция өтті, Марокко өтті деген сияқты осы басты 3 матчты айтып кетсек жетер деп ойлаймын. Енді келесі матчтарға өтсек, бізді қандай матчтар күтеді? Бірінші ойын ең басты бір вывесканың бір десек болады. Франция Марокко. Марокконың қазір ойынның темпін көрдік, өте жақсы. Брайм Диас, Унахи, Хакими деген сияқты ойыншылар өз бабында керемет ойын көрсетіп жатыр. Канадан дым сезбей өтіп кетті, 3-0 шотмен. Енді Францияны айтатын болсақ, Францияны 1000 рет талқыладық. Дембеле, Шерки, Алисе, Дуэ, Баркаля, Чаумини, қазір жарақат алып қалды. Бұл ойыншылар үздік екенін көрсетіп жатыр. Клубта ойында үздік, құрамада үздік. Білмеймін, енді Марокконың қорғанысына қарап, енді Иса Диоп деген ойыншылар білеміз, енді орта қорғаныстағы Мбаппе, Баркаля, Дуэ, Алисе сияқты жігіттер стай алады деген шыны керек сенім жоқ. Мен ойымша бұл ойында бір Франция 3-1 деген ұпамен, 3-1 деген шөтпен жеңіп, келесі раундқа өтетін сияқты. Франция негізі мен шын мәнінде басты фаворит ретінде көріп тұрмын. Әлі де 1-0 мен жеңсе де Парагвайда ойын өрнегі өте жақсы. Дешам Франциядағы жақсы бір атмосфера істеп қойды. Көп жұрт бәрі там Мбаппеға бәрі прикол ұстап жүр, диктатор деген сияқты оларды өздері түсініп жүр. Соған қарамастан Францияның бір атмосферасы өте жақсы болып тұр. Сол үшін бір басты фаворит болып тұр. Енді келесі бізде пара Испания, Бельгия. Енді Бельгияның матчын қысқаша айтып кетейік. Ақш құрамасын ойсырата жеңіп кетті. Енді ол жерде бір скандал болды. Балагонда қайтан красныйын алып тастап ойынға шықты. Оған қарамастан толықтай бір подавляющий
преимущество дейміз ғой, орысша айтқан кезде сондай бір ойын орнымен жеңіп кетті. Қызық ойын шыны керек. Бельгия, Испания, бірақ та енді Бельгияға шыны керек сенім жоқ. Золотой составтан ойыншылар қалған жоқ. Лукаку мен Де Брюйне өз бабында емес. Қазіргі басты ойыншылар Декеталары, Доку, Тросар болып тұр. Испанияның ойына қарап, шыны керек, Испания бір 2-0 деген шотпен жеңген сияқты. Өйткені бұл жерде әр ойын сайын Испания Еврода сияқты өз бабын жинап келе тұр. Әр ойын сайын мықтырақ болып бара жатыр. Ламин Ямаль формасын жинады. Қазір Ферран Торрес керемет заменашы ойын көрсетіп жүр. Родри өз бабына жинап алды. Сол бұрынғы кездегі алтын доп жеңген сияқты бабында болып тұр. Сол үшін білмеймін енді, шыны керек, Бельгияға особо сенім жоқ. Сол үшін Испания құрамасы бір 2-0 деген қопамен жеңіп, шотпен жеңіп, полуфиналда бізде Франция, Испания матчы болады сияқты. Енді ана жаққа өтетін болсақ, жаңа айтып кеткендей, Аргентина, Швейцария өте сапалы ойын көрсетіп жатыр. Колумбия құрамын өтіп кетті, бірақ та Швейцарияның бір патологы осы 1-4, 1-8 деген этап болады міндетті түрде. Одан ары қарай өте алмайды. Бұл Швейцарияға өте жақсы көрсеткіш сияқты. 1-4-ке жетуінің өзі. Сол үшін Аргентина 1-0 деген шөтпен жеңген сияқты. Ары қарай бір осы ойында енді бір Лаутаро немесе Альваро соғу керек сияқты. Мессиға сене бермей 1-0 шөтмен жеңіп. Енді келесі ойын бізде Англия-Норвегия. Біз енді Англияның ойын көріп жатырық. Үйтіп қиналып осын жеңіп жатыр. Оның алдында осы бір басты вывеска болды. Мексика, Англия 3-2 деген шөтпен бітті. Беллингем дубль істеді. Англия ақырындап өз бабына келе жатыр. Гордон жақсы форма көрсетіп жатыр. Кейн енді міндетті түрде осы әлем чемпионатын жеңсе алтын доптың бір иегері болу керек. Норвегия Бразилияны өтіп кетті. Қайтадан сенсация қайталай ма деген бәлкім болуы мүмкін, бірақ та шыны керек, мен оған сенбеймін. Өйткені Тухель Англияға бір оборонительный футбол қойып жатыр. Керек кезде шабуылға шығады, керек кезде қорғанысқа тұрады. Соған қарамастан Англияның бір ойынның суреті керек кезде өзгеріп жатыр. Сол үшін мен ойымша бұл ойында бір 2-1 деген шот болады сияқты. Англия міндетті түрде өтеді сияқты. Бір Норвегияда қайтадан Холланд бір гол соғып, Англиядан бір Беллингем мен Гордон гол соғып, бізде керемет полуфинал болады сияқты. Аргентина, Англия деген. Осымен енді шығарымды айтқасақ болады. Бұл енді бір эксперимент түрінде шыққан шығарым болды. Тез формадағы бір осы ойындарға реакция десек болады. Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Осындай формат сіздерге қалай, ұнай ма, ұнамай ма? Келесі ойындарда қандай шот болады? Финалда бізді кім көреміз? Қандай матч көреміз? Францияны ма, Англияны ма, Аргентина ма, бәлкім Бельгияны ма? Кім біледі? Сол үшін осы шығарымды енді міндетті түрде лайкпен, комментариймен қолдап кетіңіздер. Сізбен болған Футбол жолы YouTube арнасы. Келесі шығарымда кездескенше сау болыңыздар.